ағасы берген қаншалықты дұрыс, тоқтату керек сияқты дейді. Тоқтату керек деп біреудің дастарханына билік қыла алмаймыз. Бізді тоқтататын нәрсе одан көп. Әйелді ұру, отбасылық зорлық зомбылық, күнә, арақ ішу, адам өлтіру, жетімнің ақысын жеу, взятка пара беру, осын тоқтату керек. Осы ел болып тоқтату керек. Қалай жабылсақ та осын тоқтату керек. Мынау пенде өлісе елдің ішін ел басар, ханың өлсе елдің ішін дау басар дейді. Сол басшылардың артынан жаман сөз сөйлемей, кішкене дұрыстау сөйлеп, біздің өзіміздің адамдарды мақтай біліп, болар елдің балалары бірін-бірін көтере білетін халге өтуіміз керек. Ал тамақпен алыспаңыздар. Тамақпен алыспаңыздар. Өзі тоқтайды, өзі келе жатыр. Оны тоқтатудың ең жақсы жолы жүректегі иманды күшейте беруіміз керек. Жаманшылықты жеңу үшін дейді, жақсылықты көбейте беру керек. Сол жақсылық жаманшылықты жеңеді. Біз бәріміз жаманшылықпен күрестік, но жаманшылық кеткен жоқ. Өзіміз сөйтсек, мынағымызда базамызда түк жоқ екен. Сондықтан бірінші өзімізді күшті қылайық та. Қандай кезде 60 күн өтейді, бұрын естімейтін еді осы 60 күн туралы. Әдейілеп, специально бұзбайтын еді. Сол үшін оразаны әдейілеп специально бұзсаң, сонда 60 күн төлейді. Неге естімегенсіз? Өйткені біздің бабамыз әдейілеп бұзбаған екен. Сондай оразаны ұстап. Мен бір әжені көрдім. Жезқазғанда ораза ұстайды, баласымен шақырады. Не болды десем, мына шешең айтшы дейді. Олар сөйтіп сөйлейді да, ана жақын адамына баласы сияқты көреді да мені. Шешең айт дейді маған. Әке шал айтады, Дүйсенбай атам, содан кейін барып баласы айтады. Мына шешең айтшы дейді мамасына. Не айтайын? Ораза ұстамасын деп айтшы, бізді қинап, өткен ауырып қала береді екен да. Сонда барып айтам, апау, сізге ұстауға болмайды. Кішкене жазылсаңыз десем, бүйтіп айтқан әлі есімде. Шыдаса жаным шыдасын, шыдамаса шығып кете берсін деді. Иманның күштілігіне таң қалдым. Шыдаса жаным шыдасын, шыдамаса шығып кетсін деді. Міне қандай иман бар біздің қазақта. Осындай елміз біз. Сондықтан осыны көбейтейік. Бір-бірімізге бауырмашылық, ағайындық, кешірімдік, бір-біріміздің артымыздан жақсы сөз сөйлеу, бір-бірімізге көтеру сол дұрыс болады. Ауылда молда ақысы деген бар. Пітір садақаны адам саны 655 болса, молда ақысы 3000, сопы ақысы 1500 теңге. Осы дұрыс па молда ақысы деген? Молданың ақысы бар. Керек десеңіз, зекеттен де ақысы бар, пітірден де ақысы бар. Зекет жинайтын адамдардың тізбегінің ішінде молданың тізімі бар сол жерде. Алла жолында керек десеңіз зекет жинауға міндетті болғандардың да ақысы тізбегі тұр сол жерде. Фиқта келеді ол. Ал енді біздің елде молда айлық алмайды. Сіз өзі молда киносына бармағасыз ау деймін. Сол молда киносының персонажының біреуі менмін, мешітте жатқан. Сол кезде адамдар күйіңді көріп, мен 7 жыл мешіттің ішінде жарым-жартылай подвалда жатқан адаммын. Сол кезде мен көшіп бара жатқанымда бір ақсақал келіп шығарып салып, бұл жігіттер үйімді көріп, сіз сонда 7 жыл жерде жаттыңыз ба деді маған. Иә дедім. Бір бала жылап жібере жаздады. Қандай адамсыз деп. Не болды десем, 7 жылда осы күйде жаттыңыз ба дейді. Осы күйде жерде жаттым деп айтқанбыз. Ол Қазақстан имамдарының барлығының басынан өткен жағдай. Барлығы бала шағасын асырай алады, барлығы қызмет жасай алады, барлығы базарда тәшкесі итерсе де өмірін сүре алады. Бірақ елім үшін, жерім үшін деп 5-10 теңге берген молдаға ақыңызды санамаңыз. Молда ақысы деп біреу өлгенде жинайды. Бір күні ақыр айтылды ғой, айтайын сіздерге. Мен бір жаназаға барғанымда бір атақты кісі қайтыс болып, соның жолдасы маған жолда ағаңыздың бір киген киімдерінен сізге берсек аласыз ба деді. Алам деп таңдап алыңыз деді. Сон бір-екі бір фирменный туфлилері бар екен, алып кидім.
размерде шақ келді. Соны ертесі күні бір жаназадан бір жиынға киіп барсам, біреу қоймайды, ой мынандай фирменный туфли киіп алыпсың молда екен деп. Қой дедім. Соны тағы келіп айтты. Соны тағы айттым, қой дедім. Үшінші рет қоймағанда айттым, бәленбай қайтыс болды ғой, білесің бе дедім. Иә деді. Соның әйелі берді дедім. Иә деді. Сен өлсең сенің қатының береді, сенің қатыныңды кием дедім. Берген. Дедім, жайын шығып кетті. Сондықтан молданың ақшасын санамаңыздар. Молданың көңілі тоқ болса, сіздерге жақсы шариғатын айтады. Байларға отдельный, кедейлерге отдельный шариғат айтпайды. Ең ауылда қарны тоқ, ақысы өтелген молда болу керек. Сонда ол әкімге жалтаңдамайды. Деп қарап тұрып шариғатты кесіп тұрып айтады молда. Ол адам ол. Сондықтан соның қарнын тойғызып қойыңыздар. Берген молда әкеңіз өлген кезде көп болса бір 50 мың теңге берген шығарсыз бәрін жинағанда. Сол 50 мың теңгені беріп, әкесінің аруағын байлап қойған адамнан не қайыр күтеді. Ең жақсы молдан шақырмай қуып жіберді, өзің оқы. Өзің оқи алмайсың ба? Молда әкеңді бұл дүниеден арғы дүниеге шығарып жатыр. Әйеліңмен некеме үйленсең, арамсың екеуің. Сол екеуіңді адал қылып береді бүйтіп. Бір ауыз сөзімен. Соны бергенге берген 100 теңге, 10 теңгеңіз санамаңыз. Біздің қазақтың молданы құрметтеу үрдісін мынау Америкадағы қазақтар үйренген. Соның қадірін біледі. Мен қазір естіп отқанша Ратбекті көріп отырмын, Дәулетті көріп отырмын. Осы азаматтар Америкаға барғанда мен білмеймін, қазақтың баласы қандай екенін, осы ақыр айтылып айтпайыншы деп жүремін, енді айтқыздырдыңыздар. Мен бір бос уақытта дүкенге апарады. Дүкенге алып барып, бете бір туфлиге қарап қымбаттау екен. Енді о жақта сәл арзан бізге қарағанда. Мен үшін қымбат болып тұр ғой. Бетіп қарап кетіп қалсам, бана жігіт сұрайды, мен Нұреке ұнады ма дейді. Иә дедім. Ой, ештеңе жоқ. Иә, жақсы екен деп кетіп қалдым. Соң машинеге келіп үйге түсіріп жатыр да, түсіргені пакеттер береді. Не пакет екенін білмеймін. Соң қарасам, бағанағы туфлиді алып, менің сумкам ішіне салып қойып, мен білмеймін де даже. Бүйтіп салып қойыпты ішіне. Міне жақсылық істейтін азаматтар. Сондықтан оны санамаңыздар, ардақты қазақ елі. Бұл жақсы нәрсе емес. Алла тағала жүректеріңізге берсін. Өміріңде бір-ақ рет беретін нәрсе ғой. Бір-ақ рет. Сондықтан күнде өліп жатқан жоқ қой папаңыз. Хатым Құран туралы айтсаңыз, Хатым Құран 114 сүрені басынан аяғына дейін молда ежіктеп, жайлап оқып береді сізге. Хатым дейді осына. Бетінен қарап мұқабала дейді, бетіне қарап оқима, немесе жаттағанын оқима қари болып, әйтеуір оқып береді сізге. Соған берген бір 100 теңге, 500 теңге санамаңыздар. Көзінің майын тамызып тұрып оқып береді сізге. Сөйтіңіздер. Соны бір қадірлеп қойыңыз. Ұрпағыңыз бай болуды қалайсыз ба? Оны молда жетектесін. Молда жетектеген жақсы болады. Қазақта ақын мен молданы қазақтың байлары жетектеген. Сондай жақсы болады. Имамдар неге жалақы бермейді? Сонда ол кісілер қалай өмір сүреді? Міне сол. Кім не берер екен деп қолына жалтақтайды молда. Айлық төлемейді бізде молдаға. Төлейміз, осы ұялғаннан әңгіме шықты ғой соңғы уақыт. Бүкіл қазақ шулағаннан кейін. Әйтпесе вообще бермеген. Міне мен сол имам біреумін. Өкіметтен де, елден де, діни басқармасынан да ешқашан ақша алмағанбыз біз. Біз қайта сол жаққа береміз, қайта сол жақ бер бізге дейді. Ана жақ жоғары жаққа бер дейді. Сол 30% бересіз сол жақ бәрін тапқан. Сондықтан ол ереже солар. Қайта біз сол жақтан алу керекпіз. Басқа ел мемлекеттерді муфтият жәрдем береді. Бізде енді ондай емес. Сондықтан оған да келетін шығармыз. Любой мешітке барып имамға хатым жасап беріңіз десек, оқып беремін, жасап береді. Алла риза үшін жасап береді. Хатымның бағасы бар ма? Сөз бар. Жер бетінде қанша ақша бар, соның бәрі соның құны. Даже ол да жетпейді. Ұстаз, жаңа үй алсақ, сізді шақыруға бола ма? Алмай тұрып шақыр. Мен күтіп қалам ғой, сен қашан шақырады деп. Сен жаңа үйді салғаншы мен картип кетем айналайын. О, қашан аласыз, 2030 ба, 2050 ма? Сен шақыра берсеңші ескі үйіңе, ұялма. Осы жерде бір жігіт отыр. Мен қосылыма байқамай қалдым. Өткен жылы, 2-3 жыл бұрын оразаға да мен ауызашарға шақыр десем, өзім айттым, мен неге шақырмайсың десем, бір бөлмеде тұрамын Нұреке дейді. Содан кейін ана жігіттің иманына сондай риза болдым. Сізді бір бөлмелі үйге кіргізгенге ұялам дейді да. Ей жаным ау, біз қазақпыз ғой, ода тұрған не бар? Шақыр мені, сен бір бөлмелі үйіңе зармын деп барып едік. Сол сияқты еш арланбаңыз, қазір-ақ шақыра беріңіз. Немене 2000 ол кезде 3 үйге алсаң, ол кезде тағы шақырасың повторына. Сен қазір тағы шақыр.
Әлқожа iPhone берді ма дейді, әлі берген жоқ. Әлі алған жоқ. Жәннетпен қуансын дейді, бәрімізді қуансын. Алла абейірімізді ашпасын. Алла абейірін төкпесін деп сұраймын. Құдайдан ең үлкен сұраған дұғамыз сол. Әбдіғаппар ұстазбен араластыңыз ба? Араласқан адаммын. Қазақстанда ұстаздардың бәрімен араласқам. Ең последний ұстаз бір ұстаз болған, араласпағаным, ол Айбек ұстаздығын. Вообще кездеспеген. Бірақ сыртынан бір-бірімізге ғашықпыз, любовьпыз. Қазір Меккеде екен, кеше сәлемдеме жол. Содан бір Оралдың жігіті Адият бауырымыз деген азамат бар. Сол мені кездестіріп, екі бүйтіп ұстазы бүйтіп кездестірді. Соң құшақтап, екі ұстаз бір-бірімізді көрдік, бір-бірімізге махаббат байладық. Сөйтіп Қазақстан ұстазы бір-бірімізге жақсымыз. Арман ұстазбен өзім жақсымын ортам. Қабылбекті де жақсы танимын. Мен әріптесім болған, енді қазір имам болмай қалды, бірақ негізі имам болғаннан танимын. Сондаймыз бірімізді. Шапандарыңызды қайдан аласыз? Тігіп береді маған. Кез келген компания, шапан тігетін Сұлтанхан компаниясы бар. Одан кейін Ғани Көбеев бауырымыз бар. Орыстан кім деген бар? Ковалева ханым, ол тігіп береді. Әйтеуір маған тігіп береді, сол тігіп бергенді киемін. Соны азаматтар алып береді. Молда жүрген жері шапан. Тамақтың түсін көріп түкіріп тастаса болам, ұстаз болады. Енді осы сәтте 13 мың болып тұрған сәтте сіздерді үлкен нәрсеге жүздеріңізді жайлап бұрам. Ол Алланың тыйған нәрсесі. Бір вирус туралы айтқым келіп тұр. Біз вирус десе тек қана коронавирус түсінеді екенбізді, бірақ дінде де вирус бар екен. Сол вирус сізбен бізде бар. Менде де жоқ. Бар ол нәрсе тамада дейді. Мен тамада болған емеспін, Нұрболатжан. Егер приколмен айтып атсаң, приколға кездесіп қалма. Сондықтан Алла санай берсін сізге деп қояйық. Ол вирус жұққан адам сонымен емделу керек. Ол вирус бәріңізде бар. Менде де бар. Ұстаз шаш жұтып қойдым дейді. Ораза бұзылмайды. Шашыңызды жұтпақты шайнап жеп қойсаң да, ораза бұзылмайды, бірақ жақсы емес, мәкрух болады. Бұл не вирус? Қалай ойлайсыздар? Бір ауру туралы айтам. Жәннеттен содан кейін жәннетке кіреді екен бұл адам, бұл вирусы бар адам. Бұл күнә ғой енді, күнәнің бір түрі. Бірақ бұл да жәннеттен шығуына бір себеп болады адамның, ең соңғы шығуына, то есть кіруіне. Тозақтан последний болып шығып, жәннетке кіруіне ең соңғы. Бұл вирус жалқаулық дейді, жоқ ол емес, құмарлық емес, жоқ. Қабір азабының ең көбі осыдан болады. Қабір азабының 3-тен бірі, біреу жаңағы дәретті дұрыс алмағанда бұл, айналып кетейін легасы. Өсек дейді. Абай атамыз осыны бөліп тұрып шығарған. Өсек, бірінші қып тұрып. Өтірік, мақтаншақ, еріншек, ысырапқор, бекер, мал шашпақ дейді. Бесеу. Ал енді бұл ғайбат деген жаман нәрсені айтамыз. Адамды өлтіріп, сойып, сол сойғаны бауырын жегенді, бұл етін жегенді бүйтіп тұрып, сол өзің ойлашы қандай ауыр нәрсе. Адамды өлтіріп, жай өлтірмес, қылқындырып өлтіріп, оны сойып, соның етін жегенмен бірдей страшный нәрсе. Вообще страшный нәрсе айтамыз. Жатып алып күнәға батасың, телефонды алып сөйлесіп батасың да, жамандай бересің, күнәға бата бересің. Ал енді ана адам бұл тоже бүйтіп жатып, ұйықтап жатыр да, сенің сауабың бәрін алып жатыр. Бұл страшный нәрсе. Бұл еще бұны күліп отырып жасай береміз бәріміз. Қойе, даты че, солай ма не? Мен ондай деп ойламаған екем. Қойше, сондай болды ма не? Деген бәрі сол күнә. Астағфирулла деп тұрып кетіп қалу ең қиын нәрсе. Сол үшін ең жеңіл күнәға бату, ғайбат. Әсіресе осы біреудің артынан сөз сөйлеу. Бұл осындай сөз сөйлеуден құрметті ағайын, ардақтылар, алыс болыңыздар. Шаман келгенше Алла тағала, енді өзіліңізші, қабірдегі азаптың дейді, 3-тен бірі осы себебімен болады. 3-тен бірі.
бұл шайтанның өзі шайтан, иблис шайтан. Бір күні ренжіп отыр дейді да адамдарға. Сөйтсе, әй, не болды деп біреу сұрамай ма көңілін? Басқа бір шайтан. Неғып ренжіп отырсыз басеке десе, бұл адамдар өсек айта беріп депті, бізге жұмыс қалдырмады деген екен. Адамдар өсек айта беріп, бізге жұмыс қалдырмады деген екен. Сондықтан ардақтылар, қияметтің күнінде ең азаптың көбі тілден келеді. Күнде ертеңерде ағза тілге жалынады екен, барлық ағзалар. Айналайын, әй, тіл, аузыңа ие болшы сен. Сен артық сөйлемеші осы. Сен күнә ғайбат айтпашы. Сенің себебімен көзің күнәға батыр. Сенің себебімен ми былғанып батыр. Сенің себебімен жүрек былғанып батыр. Сенің себебімен құлақ былғанып батыр. Айналайын, сен аузыңа ие болшы деп жалынады екен бүкіл ағза мүше. Өйткені пайғамбарымыз айтады, адам қабірге құлағанда дейді, тілімен орған нәрсемен құлайды дейді. Шамаңыз келгенше кірмеңіз. Шамаңыз келгенше ғайбатқа жоламаңыз. Онда қалған өмір сүру оңай болады. Бірақ ғайбат 6 жерде жүрмейді деп айтады. Бұны да біліңіздер. Өсектеу 6 жерде жүрмейді. Біріншісі, некеде жүрмейді, яки құдалықта. Білесіз, ол жаман бала. Білесіз, елден қарыз алады, кедет етеді. Немесе әйелдерді ұрып соғады. Білесіз, сондай бір мынандай адам. Білесіз, айтыр, соны айтпай қою, құдалықта, балаңызда, екі ортада, бұл күнә болады, яғни оны білген адам анық айту керек. Осындай деп. Екінші, достықта. Үшінші болмайды, сотта, допрос жасаған кезде анықта айту керек. Келесі, күнәні ашықтан ашық көшеде ішіп жүрген алкаш болса, оны айта бересің. Ол көріп тұр, елді бәрі көріп жатыр. Жасырған ішемеді, деген мойны бәрі біледі оны ішіп жатқан. Сол сияқты. Егер ішіп тығылып жүрген болса, ол басқа оған кірмейсіз. Ары қарай кетті. Келесі, Рамазанда ашық, мына Рамазанда ашықтан ашық тамақ жеу, бұл оны тамақ жеп жүр деу, оның күнәға жатпайды, ол жеп жүрген ақиқат. Одан кейін өзі аузыменен күнәсіне мақтанып жүрген адам болса. Енді кей кезде болады, осыған қосатын нәрсе истифта дейді, пәтуа сұрағанда. Біреу үкім сұрағанда білет, біреуге қатысты үкім сұрағанда, онда айтасың, бәрін бар деп айту керек болады. Жұмысына сәйкес болмаса дейді, онда айтылады. Одан кейін теріс атымен өзі танылса, мысалы, кейбіреулер бар, жаңағы жаман атымен өзі ұрлықшы болған, ұрлықшымен таныса, ол ғайбатқа өтпейді. Енді имам Хасан Басри бүйтіп айтады екен, мархаба бил хасанати лам амалха. Мен жасамаған сауаптар маған қош келдіңдер дейді. Қалай десе, жаңағы өзі жасамаған сауаптарды біреу сен өсектегенде, соның сауаптарын бәрін сен алады екенсің. Сондықтан қош келдің біреудің сауабы деп жаңа күтіп алады екен. Бекіттіңіздер ме? Уақытты бекітіп алыңыздар. Ал енді уақыты кіріп тұрғанда келесі бұл жердегі мәселенің назар аударатын дүниенің біреуі Халид ибн Валид деген үлкен бір сахаба болған, Сайфулла дейді. Сол кісіге біреу келіп айтты, сізді бәлен жерде адамдар осылай өсектеп жатыр деген кезде күшті сөз айтқан екенсіз бе? Мынау амал дәптері депті, тетраттары, өздерінікі депті. Сол өздерінікі. Не жазам десе, өздері жаза берсін деген екен. Мынау комментарий жазған кезіңізде, біліңіз, амалыңызға жазылып жатыр мына жақта. Жақсы жазсаң, былай түседі, жаман жазсаң, былай түседі, өзіңдікі. Одан кейін өшпейді, мына жақтан өшпейді, ол анық. Сондықтан ғайбаттың мысалы, сіз біреуді өсектедіңіз. Ол өсегіңізді естіді. Мысалы, кеше өткен эфирде ме, қайта бір бала жазады. Ұстаз, мені кешіріңізші, сіз туралы жаман сөз айтып едім, мені кешіріңізші деп, мен енді оқи алмай қойшы деп өткен. Қанша рет жазды, көріп тұрмын да, қияметтен қорқып, Алладан қорқып жазып жатыр. Содан оқып бердім, Алла разы болсын дедім, жүрегі тыншты да, кейін өзіме де жазып, Алла разы болсын деп. Міне мәселе осы. Сондықтан біреудің ақысына кірмеңіздер. Әсіресе даурықпа сөздерді, мынау теріс ақпараттарды, жалған ақпараттарды, бір нәрсені естіп алып таратуды, біреудің үстінен бір естіп қалса бүйтіп бөлісеу, переслать дегендерді басудан өте сақ болыңыздар. Көзіңде қасында болған жоқсың, жәнде тұрған жоқсың, бұның сізге қажеті жоқ. Пайғамбарымыз ләән Алланың қарғысы болсын деп айтады. Сондықтан кірмеуге тырысыңыздар. Келесі, дәптер өзіңкі не жазса өзі білсін деді. Уахбибі мұнаббихат былай деп айтады.
Біреу кеп сіз туралы былай деп айтты дегенде, сенен басқа шайтан адам таппады ма депті, маған жіберетін. Имам Мәликке біреу келіп, сізді бәлен жерде біреу өсектеді деген кезде ашуланып бүйтіп көтерілген екен. Сол кезде өйтіп айтқан мен емес, ана Руслан, Марат, Қарат, Санат солар айтты деген екен. 79-лар айтып жатыр депті, 80-дер емес депті, мысалға. Сол кезде жаңағы Имам Мәлік айтты дейді ғой, бұл әңгімені мен олардың аузынан емес, сенің аузыңнан естіп тұрмын. Сен кінәлісің депті. Бұл сөзді біздің ата-бабамыз жақсы айтқан. Ақымаққа айып жоқ, ақымақты айдақтағанға не жоқ дейді. Яғни айдақтап келіп өсекті алып келген сен кінәлісің деген сөзді айтады. Сондықтан сен туралы бүйтіп айтты, мен туралы бүйтіп айтты деген жақсы нәрсе емес. Олар өсектесе де, сол өсекті сіз жеткізуші болмаңыз. Қараңыз, күшті айтқан. Шайттан сенен басқа адамды жіберуге уақыт таппады ма деп айтқан екен. Имам Хусейн де солай айтады. Егер біреу кеп сізді осылай өсектеді деген кезде, сол адамға барып тұрып ғажап айтқан екен да, ол нәрсе менде болса, онда Құдай мені кешірсін депті. Яғни сен туралы сен жаман адам деп айтқан дегенде айтқан кезде айтқан екен. Сол жаман нәрсе менде болса, Құдайым мені кешірсін депті. Егер ол қасиет менде болмаса, онда Құдай оларды кешірсін деген екен. Мына уақиға айтып берем, осы уақиғаны жақсылап естіп алыңыздар, жазып алсаңыздар да болады. Бір күні бір үлкен ұстаздың алдына шәкірті кіріп келген екен, жылап, еңкілдеп, көз жасын тия алмайды. Ұстаз сұрапты шәкіртінен, неге жылап отырсың депті. Ұстаз, мен туралы сондай жаман нәрсе айтады екен. Кімдер? Бәленбай адамдар. Мен туралы сондай жаман, бір жаманшылығым өтпеді оларға. Мен ондай емеспін ғой. Не деп айтып жатыр деді. Ой, осындай екен, бәлен екен, түгілен екен деп айтып жатыр, бірақ мен ондай емеспін ғой, сіз білесіз ғой деп шырылдап жылапты дейді. Депті ұстаз. Мен туралы не айтып жатыр депті ұстаз. Сіз туралы күшті айтады. Сізді әулиенің әулиесі деп айтады. Тақуаның тақуасы, жақсының жақсысы деп айтады дегенде, бағанағы ұстаздың өзі жылады дейді. Шәкірті қайырып, неге жылап отырсыз ұстаз десе, біз бәріміз ерте ме, кеш пе ана дүниеге барамыз. Сол арғы дүниеге барғанда, сен өзің ойлашы, сені үстіңнен жамандады, бірақ ол қасиет сенде болмады. Бірақ сенің қуанышың қандай болады сол кезде деген екен. Сені жамандады, бірақ сенде ол қасиет жоқ, сен көтерілесің деген екен. Ал мен туралы әулие деп айтып отқан, менде ол нәрсе болмай қалса, менің күйім не болды? Деп, еңкілдеп ұстаз жылады дейді. Сондықтан ардақты мұсылмандар, құрметті ағайын, біреудің ақысына кірмеуге тырысыңыздар. Елдің ішінде сөз бар, имам мен молданың дейді, еті улы дейді. Жай адамның етін жеу, айттым ғой, сойып етін жегенмен бірдей. Ал енді имам мен молданы өсектесең дейді, оның еті уланған дейді. Онда өлесің деген сөз.